Қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін Тарих мектебі каналы Алтын адам археологиялық олжасы туралы тақырыпты ұсынады. Бұл видеода сіздер алтын адам археологиялық олжасылары қай жерде табылды, олардың зерттеушілері және алтын адамдардың тарихта алатын орны туралы білетін боламыз. Қазақстан аумағын мекендеген тайпалар Сармат, Сақ, олардың ішіндегі Тиграхауда, Парадарая, Хаумоварга, Аргипей, Аримасп, Исседон тайпалары өздерінің арттарынан өте көптеген мұралар қалдырды. Ол мұра археологиялық ескерткіштер. Археологиялық ескерткіштердің тарихқа қосатын өте үлкен құнды мәліметі бар. Олар арқылы біз өмір сүрген салттарын, дәстүрлерін, діни наным сенімдерін жайлы толық білетін боламыз. Олай болатын болса, Сақ дәуірінде қалып кеткен қазақ жерінде өте көптеген құнды жәдігерлер бар. Атап өтер болсақ, Жетісу өңіріндегі алтын адам, Шығыс Қазақстандағы Шілікті алтын адамы, Батыс Қазақстанда Аралтөбе көсемі және Тақсай ханшайымы. Есік қаласынан табылған алтын адамды ең алғаш тауып жаңалыққа ұсынған тұлға Бекмұхамед Нұрманбетұлы. Бірақ Бекмұхамед Нұрманбетұлының ғылыми дәрежесі төмен болғандықтан, ол ғылыми атақты Кемал Ақышевтың экспедициясына тиесілі етіп береді. Кемал Ақышев Есік обасынан табылған алтын адамды ары қарай зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 1969 жылы өзінің жетекшілігімен Есік обасындағы жігіттің 17-18 жасардағы Ханзада екендігін анықтады. Сонымен бірге ескерткіш біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларға жататынын, обадан 4000-нан астам алтын әшекей бұйымдар табылғандығын жариялады. Кемал Ақышевтың экспедициясы тапқан алтын адам бүкіл дүние жүзіндегі сенсациялық жаңалық болып табылады. Келесі алтын адамымыз Сармат көсемі. Ол Атырау облысы Аралтөбе жерінен 1999 жылы Зейнолла Самашевтың экспедициялық зерттеулерінің нәтижесінде табылды. Шілікті алтын адамы 2003 жылы Әбдеш Төлебаевтың экспедициясының зерттеу нәтижесінде табылды. Және Қазақстан жеріндегі 4-ші табылған үлкен жаңалық Тақсай ханшайымы. Оны 2011 жылы Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданындағы Тақсай обалар кешенінен Яна Ұлықпанова бастаған экспедиция тапты. Бұл Тақсай ханшайымы экспедициясында 500-ге тарта әшекеймен көмкерілген 20 жасар әйелдің сүйегін тапқан. Қазіргі күндегі бұл мұражайлардың барлығы ұлттық музейде сақтаулы. Сонымен, сақтар қалдырып кеткен Қазақстан жерінде қандай үлкен археологиялық ескерткіштер бар? Есік обасы Талғар қаласында орналасқан. Балқаш көлінің оңтүстігінде Бесшатыр қорғаны. Шығыс Қазақстанда Шілікті патша қорғаны. Берел обасы Катонқарағай аймағында орналасқан. Батыс Қазақстандағы Атырау маңында табылған Аралтөбе обасы, сонымен бірге Сарматтарға тиесілі Бесоба ескерткіші, Яна Ұлықпанова тапқан Батыс Қазақстандағы Тақсай обалар кешені және Исседон тайпалары қалдырып кеткен Қазақстанда қайталанбас мұртты обалар жиынтығы жиналған тасмола мәдениеті. Енді осы алтын адамдарға назар аударайық. 1969 жылы Кемал Ақышевтың жетекшілігімен археологтар Есік обасынан алтын адамды табады. Ғалымдар жерленген адамның 17-18 жастағы Ханзада екенін анықтады. Обадан 4000-нан астам алтын әшекейлер бұйымдар табылды. Олар алтын киім, жүзік, алқа, белбеу және қару-жарақ.
Сонымен қатар алтын адамның ұзын семсері мен қанжар ақинақтары да алтынмен безендірілген. Есік обасынан табылған алтын адамның бас киімінің ұзындығы ерекшеленеді. Оның сонау төбесінде арқар мүсіні бейнеленген. Арқар мүсіні патша билігінің қайталанбас екендігін ұлықтайды. Сонымен бірге таутеке мүйізді қанатты тұлпарлар бейнесіндегі пластиналар күнге табынушылықты да білдіреді. Сақтардың түсініктерінде алтын ол күннің түсі. Ендеше олар патшаларын ерекше дәріптеп, күн тәріздес құдай дәрежесіне теңеген. Алтын адамның бас киіміндегі ерекшеліктерге тоқтала кетейік. Алтын адамның бас киімінде бейнеленген құстар аспан әлемін, тау мен жануарлар жер әлемін, ешкі мен ағаш тамыры жер асты әлемі деген ұғымды білдіреді. Бас киімнің ұшындағы алтын арқар тылсым күштен қорғаушы, ал 4 жебе дүниенің 4 бұрышындағы патша билігін ұлықтайды. Сонымен бірге сақ шеберлері арқар, бұғы, арыстан, марал бейнелерін жасап, олардың қимыл үстіндегі әрекеттерін әдемі көрсете алды. Аңдардың бұлшық еттерін, бұйраланған құйрық жалын, буындарын шеберлікпен бейнеледі. Сонымен қатар таң қаларлық дүние, олар аңдардың бейнесін өте кішкентай көлемде жасай алды. Алтын адам бешпетінің жеңі, жағасындағы барстың бейнесі бір келкі жабыстырылған. Бұндай әшекейлеуді аңдарды бейнелеу өнерін аң стилі деп атайды. Сақтар ру тайпалардың шығу тегін осы аңдармен байланыстырған. Яғни олардың дүниетанымында қоршаған ортаны, жаратылысты танып білуге ұмтылуынан қалыптасты. Сақтардың түсінігі бойынша аңдар олардың қорғаушысы, жанындағы бойтұмары ретінде болды. Қажет кезінде олар күш-қуат береді, түрлі қауіп-қатерлерден қорғайды деген сеніммен қаруларын да, ат әбзелдерін де, қолданған заттарын да, тіпті киім-кешектерін де аңдардың бейнелерімен әшекейлеген. Есік обасынан табылған күміс тостағанда 26 таңба бар. Ғалым Аманжолов бұл тостағандағы жазуды былай оқыды. Аға, саған ошақ, жат адам тізеңді бүк, ұрпағымызда ас су мол болғай деп оқыды. Есік жазбай ескерткішіне қатысты ғалымдар арасында әзірше ешқандай да ортақ пікір жоқ болып тұр. Енді осы алтын адамның бойында табылған әшекей бұйымдар біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәмізі елтаңбада ерекше орын алып тұр. Алдарыңызда тұрған елтаңбаға зер салып анық қарайтын болсаңыздар, қошқар мүйізді пырақты ат осы алтын адам киімінде ерекше бейнеленген. Яғни қазақ халқының символикасы ретінде бұл біздің елтаңбамызда айрықша орын алып отыр. Сонымен қатар, есік обасынан табылған осы алтын адамның бейнесі Қазақстанның басты ескерткішінде бейнеленген. Яғни қазақ халқының тарихы көнеден келе жатқандығын, қазақ халқының тарихы тереңде екендігін, оның жауынгер және ешкімге бағынбайтын халық екендігін дәріптейтін бостандықтың, еркіндіктің кемпілі болып символикаға айналды. Сонымен қатар, алтын адамның киімінде бейнеленген осы қанатты барыс Қазақстанның ұзақ жылдар бойына дамитын стратегиялық жоспарлары Қазақстан 2030, Қазақстан 2050 жоспарларында да символикаға айналған. Барыс Қазақстанның болашағы жарқын екенін, досына адал, дұшпанға қатал екендігін, сонымен бірге еркін өскен даланың түз тағысы екендігін мойындатып отыр. Сонымен қатар,
барыстың қазақ жеріндегі, әсіресе Іле Алатауында мекен ететіндігінің де дәлелі. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің ұлы даланың 7 қыры жолдауында алтын адам мен осы металлургияны қазақ даласының 7 кереметіне енгізді. Бұл тарихи деңгейді зерттеу барысында өте дұрыс шешім болып қабылданады. Өйткені бүкіл Евразия даласы мен орталық Қазақстан, Орта Азия жерлерінде тек ұлы даланың жерінде алтын адам археологиялық ескерткіштері көптеп табылуда. Бұл табылған алғашқы 4 нұсқасы әлі де зерттеуді қажет ететін, әлі де зерттеліп ашылатын алтын адамдар қазақ даласының қойнауында әлі де жасырын жатыр. Енді балалар, құрметті әріптестер, сіздерге тапсырма. Кім жүйрік айдары бойынша алдарыңызда тұрған 6 сұрақтың жауабын комментарийға жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта да сіздерге Тарих мектебі каналы осындай видеолар түсіріп жолдап тұрсын десеңіздер, каналға міндетті түрде тіркеліп, астына комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.